Сәлем аналар, біз бүгін тез жүкті болу үшін нақты 5 құпияны айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпайын. Бірінші, аптасына 2-3 күндері қосылу, яғни жиі қосылып тұру. Екінші, овуляция күндері қосылу, яғни овуляция күнін есептеу. Етеккір күнінің ортаңғы саны. Мысалы, сіздің етеккіріңіз 28 күнделік. Оның 14-15 күндері овуляция күндері болып табылады. Овуляциялық күнді есептеу. Екінші, овуляциялық тестті пайдалану. Үшінші, виделение арқылы. Төртінші, температура. Осы 4 әдісті қолдану арқылы біз овуляцияны біле аламыз. Жыныстық қатынастан кейін аяқты көтеріп жату. Минимально 20-30 минут аяқты көтеріп жату керек. Төртінші құпия. Таңғы уақытта қосылу. Себебі еркектің сперматозоиды таңғы уақытта активный болып тұрады. Бесінші құпиясы. Ер адам да, әйел адам да бір-бірін жақсы көріп, жылы лебізбен, махаббатпен болу керек. Егер осы 5 құпияны уақытлы дұрыс жасайтын болсаңыз, сіз жүкті бола аласыз. Сіздермен болған доктор Нұрулаева, каналыма тіркелуді ұмытпайық.